Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы педагогиканы оқыту процесі және оның ерекшеліктері. Бұл дәрісте біз келесідей сұрақтарды қамтимыз. Педагогиканы оқыту процесі ұғымы, педагогиканы оқыту процесінің құрылымы, оқыту процесінің кезеңдері және заңдылықтары, педагогиканы оқытуда қолданатын әдістер мен тәсілдер, педагогика пәнін оқытудың ерекшеліктері, студенттердің белсенділігін арттыру жолдары, педагогиканы оқытуда АКТ мен инновациялық технологиялардың рөлі деген сұрақтарды қамтимыз. Ұсынылатын әдебиеттер: Губайдуллина педагогиканы оқыту әдістемесі, Мұхамбетжанова педагогиканы оқыту әдістемесі, Мыңбаева методика преподавания педагогики, содан кейін Бөрібекова мен Жанатбекованың қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар атты еңбегінен оқысаңыздар болады. Енді педагогиканы оқыту процесінің мәні менен құрылымына келетін болсақ, оқыту процесінің жалпы педагогиканы оқыту процесі дегеніміз бұл студенттерге педагогикалық білім мен кәсіби дағдыларды беру мен қалыптастыруға бағытталған мақсатты және ұйымдасқан әрекет. Бұл процесс дидактикалық заңдылықтар мен принциптерге негізделіп құрылады. Ал енді негізгі компоненттері: оқыту нәтижелерін айқындау, ол мақсат; білім беру бағдарламасы, ол мазмұн; оқыту тәсілдері мен стратегиялары, ол әдіс; ұйымдастыру түрлері, форма болып табылады; студенттердің білімі мен дағдылары, ол нәтиже, яғни нәтижесінде студенттердің білімі мен дағдылары. Оқыту процесінің кезеңдері. Жалпы оқыту процесінің кезеңдеріне келетін болсақ, ол дайындық кезеңі, студенттердің қызығушылығын тудырамыз. Яғни оқыту дайындық кезеңінде оқытудың мақсаттарын нақты қоямыз, бастапқы мотивацияны қалыптастырамыз және оқу материалдарын ұсынамыз. Негізгі кезең: ол кезеңде жаңа педагогикалық білімді игеруге, теориялық ұғымдарды талдауға, әдістемелік тәсілдерді зерттеу және практикалық мысалдармен жұмыс жасайтын негізгі кезең. Бекіту және қолдану кезеңінде алған білімді практикада қолданамыз, жобалық тапсырмаларды орындаймыз, кәсіби дағдыларды жетілдіреміз және білімді тереңдетеміз. Соңында рефлексия және бағалаймыз. Рефлексия жүргізгенде өзіміздің жұмысымызды талдаймыз, оқу нәтижелерін бағалаймыз, қорытынды жасаймыз және кері байланыс алу арқылы дамуды қамтамасыз етеміз. Педагогиканы оқытудың әдістері мен тәсілдері. Педагогиканы оқытудың әдістері мен тәсілдерінде интерактивті әдістер, жобалық әдістер, жұмыстар, кейс тапсырмалар және проблемалық оқыту, рөлдік ойындар тиімді қолданылады. Интерактивті әдістер топтық жұмыстар, пікірталастар, әртүрлі дебаттар арқылы студенттердің белсенді қамтуын қамтамасыз ету және сыни ойлауды дамыту. Біз практикалық сабақты жүргізу барысында осы педагогиканы оқыту әдістемесінде өздеріңіз өткенде сабақты қалай топқа бөлеміз, топтап отырып жұмыс жасадық, пікірталас білдірдік және студенттер бізде белсенді қатысты өзіміздің сабағымызда. Біз сыни ойлауын сол арқылы дамыта алдық. Жобалық жұмыстарда нақты педагогикалық проблемаларды шешуге бағытталған жобалар жасаймыз. Сол жобаларды жасаудың негізінде шығармашылықты дамыту және практикалық дағдыларды қалыптастыру. Кейс тапсырмалар: шынайы педагогикалық жағдайларды талдаймыз. Мәселелерге шешім іздеу және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру. Рөлдік ойындарда не істейміз? Рөлдік ойындарда мұғалім рөліне еніп,
сабақ жүргізу дағдыларын практикада қалыптастыру және педагогикалық қарым-қатынас тәжірибесін байыту. Педагогика пәнін оқытудың ерекшеліктері неде? Педагогика пәнінің оқытудың ерекшеліктері абстрактілі теория мен практика байланысы. Яғни бұл абстрактілі педагогикалық теориялар мен нақты мектеп практикасын тығыз байланыстыру студенттердің болашақ кәсіби қызметіне дайындау. Ол бізде теория мен практиканың байланысы. Кәсіби бағыттылық оқу материалын болашақ мұғалімдердің кәсіби міндеттеріне бағыттау, мамандыққа деген қызығушылықты арттыру, құндылықтарға тәрбиелеу, гуманистік құндылықтарды, педагогикалық этиканы және кәсіби жауапкершілікті қалыптастыру, тұлғалық дамуға назар аудару. Яғни біз жаңағы педагогика пәніндегі жалпы оқытудың ерекшеліктерінде осы құндылықтарға тәрбиелеуді баса назарға ұсынғанымыз әбден жөн. Тұлғаны дамыту, яғни болашақ педагогтың жеке тұлғасын жан-жақты дамыту, ол бізде шығармашылық қабілеттерін ашу, рефлексивті дағдыларды қалыптастыру. Яғни студенттердің белсенділігін арттыру үшін жалпы біз не істейміз? Ол үшін мотивация береміз, белсенділігін арттыру үшін. Мотивацияны беру барысында біз оқытудың маңыздылығын түсіндіреміз. Жалпы оқудың маңыздылығын түсінеміз. Студенттердің қызығушылығын ояту керек. Жетістіктерін мойындап және оларды мадақтап, болашақ кәсіби табыстарымен байланыстыру арқылы ішкі мотивацияны дамытамыз. Сөйтіп, студенттердің белсенділігін арттырамыз. Шынайы кейстерді талдау дейді. Яғни нақты мектеп жағдайларын зерттеу, педагогикалық мәселелерге шешім іздеу, сыни ойлауды дамыту және практикалық тәжірибе жинақтау дейді. Жобалармен топтық және жеке жобаларды орындау арқылы студенттердің шығармашылығын ынталандыру, өзіндік зерттеу дағдыларын қалыптастыру және ынтымақтастықты дамыту. Ол бізде жобалар мен жұмыс жасау барысында студенттердің белсенділігін арттырады. Цифрлық құралдарды қолдану, яғни заманауи технологияларды оқу процесіне енгізу, интерактивті платформаларды пайдалану, онлайн курстарды қолдану арқылы оқытуды жандандыру. Міне осы аталған жаңағы жолдардың барлығы студенттердің белсенділігін арттыру болып табылады. Ал қазіргі таңда ақпараттық коммуникациялық технологиялар дейміз, АКТ, және инновациялық технологиялардың біздің қазіргі таңдағы жаңағы рөлі қандай? Мысалы, біз Zoom платформасын қолданамыз, онлайн дәрістер мен семинарларды өткізу, яғни қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру платформасы, Zoom. Біз көбіне қай уақытта қолдандық? Өздеріңізге белгілі, осыдан 5 жыл бұрын біз үлкен жаңағы пандемия кезеңін басымыздан өткөрдік. Сол пандемия кезеңінде бізде Zoom платформасының бізде пайдасы болды. Оқу процесінде біз қолдандық, онлайн дәрістерді, семинарларды өткіздік қашықтықтан оқу арқылы. Әртүрлі интерактивті викториналар мен тәсілдер арқылы білімді бекіту және бағалау құралы ретінде Кахотты қолданамыз. Қолдарыңыздағы мысалы гаджеттер арқылы өте сіздермен кері байланыс, қалай білімді меңгергендіктеріңіз жайлы қолданыста болатын жаңағы технологияның бірі. Padletті қолданамыз, идеяларды бөлісеміз, топтық жобалар жасау үшін бұл бізде визуалдық ынтымақтастықтың құралы ретінде танисыздар.
Moodle платформасын қолданасыздар, оқу материалдарын басқарасыздар сол арқылы, тапсырмаларды бағалау және студенттермен байланыс жүйесі дейді. Яғни біз кері байланысты алып отырамыз. Көбіне Moodle платформасын кезінде бізде дистанционный білім беру бөлімі болған кезде осы Moodle арқылы Moodle'ды қолданатынбыз, иә. Ары қарай осы заманауи технологиялар бізде оқытуды трансформациялайды. Яғни ақпараттық коммуникациялық технологиялар бұл бізде педагогиканы оқыту процесін жандандыратыны, сөзсіз студенттердің қызығушылығын арттыратыны сөзсіз, және білім сапасын жоғарылатады. Енді дәстүрлі және инновациялық әдістерді салыстыратын болсақ, жалпы дәстүрлі оқыту менен инновациялық әдістерге келетін болсақ, критерийлері ол оқытушының рөлі. Оқытушының рөлі дәстүрлі әдістерде білімді беруші, басты фигурант. Ал инновациялық әдіс жетекші, кеңесші, тьютор. Басқаша айтқанда вектор дейтін едім мен. Вектор бізде бағыты бар, бағыттаушы сызық, солай ма? Бағыттайды. Студенттің рөлі дәстүрлі әдістерде пассивті тыңдаушы, қабылдаушы ретінде. Ал инновациялық белсенді қатысушы, зерттеуші. Ал оқыту формасы дәстүрліде бізде дәріс, конспект, түсіндіру ретінде жүретін болса, инновациялық әдістерде жоба, кейс, әртүрлі топтық жұмыстарды, ойын әдісін қолданады. Ал бағалау тәсіліне келетін болсақ, дәстүрлі әдістерде мысалы емтихан, тест, жазбастар жұмыс арқылы. Ал инновациялықта бізде рефлексия, портфолио, өзін өзі бағалаймыз. Технологияларға келетін болсақ, дәстүрлі әдістерде тақта, оқулық, қағаз, материал қолданатын едік. Инновациялық әдістерде қазір АКТ-ны қолданамыз, EdTech дейді, онлайн платформаларды қолданамыз инновациялық әдістерде. Ал енді мақсаты дәстүрлі әдісте білім беруді қалыптастыру, білім беру және қалыптастыру, инновациялық дағдыларды дамыту, құзыреттілік қалыптастыру. Яғни қалай пайдаланамыз, ол теорияны қалай практикада жүзеге асыратынымызды қолданады. Заманауи педагогикада осы оқытуда екі әдісте үйлестіріліп келеді қазір. Студенттердің жеке қажеттіліктері менен оқу мақсаттарына сәйкес таңдау баса маңызды орында болу керек. Теориялық және практикалық оқытудың байланысы. Яғни теориялық білім бұл бізде педагогикалық заңдылықтар мен принциптерді меңгерту концепцияларын түсіндіреді. Талдау менен түсіну, ол да теориялық білімді нақты жағдайларға қолдану мүмкіндіктерін талдайды. Рефлексия мен жетілдіру, яғни тәжірибені талдау, қателіктерден үйрену мен кәсіби дамуды жалғастырады. Практикалық қолдануда білімді педагогикалық практикада, жобаларда және кейс тапсырмаларда пайдалану. Енді осы теория мен практиканың тұтастығы бізде болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады. Сөйтіп біз теориялық білімді практикада қолдана отырып, шынайы педагогикалық дағдыларды меңгереді. Қорыта келетін болсақ, педагогиканы оқыту ол үздіксіз даму процесі. Соныменен заманауи тәсілдерді енгізу, студенттік орталықты оқыту, үздіксіз кәсіби білім беру, кәсіби даму бізде ол үздіксіз процесс ретінде жүріп отыру керек. Үздіксіз процесс ретінде жүріп отыру керек.